Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні. 56-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сабырлы бала. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің мазмұнын суретпен салыстырасыңдар. Кейіпкерлердің мінез құлқын бағалауды үйренесіңдер. 1-ші тапсырма. Мына қасиеттердің қайсысы ұнайды? Сабырлы, ақылды, өнегелі, ержүрек, адал, шыдамды, жанашыр, батыл. Бұл қасиеттердің барлығы адамның ең жақсы қасиеттері. Сондықтан барлық қасиет маған ұнайды. Бүгінгі сабағымыз адамның ең жақсы қасиеттері туралы болмақ. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы өмірден озған екен. Ол кісі ағартушы, педагог, жазушы, қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауданында туылып өскен. Балаларға арнап мектеп ашқан, оқулық жазған екен. Ыбырай Алтынсариннің аурудан аяған күшті атты әңгімесімен танысатын боламыз. Сейіт жүгіріп бара жатып, аяғын сындырып алыпты. Ойбайлап жылаған баласын көргенде шешесі есінен танып қалады. Мұны көрген Сейіт жылауын тыя қояды. Сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда да дыбысын шығармапты. Қабағын да шытпапты. Сонда сынықшы кісі, аяғың ауырмай ма? деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң ғана демін алыпты. Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп жатыр. Менің қиналғанымды көрсе, шешемнің жаны онан жаман қиналады ғой. Сондықтан сабырлық қылып, шыдап жатырмын депті. Енді сөздікпен жұмыс. Сынықшы. Сынған сүйекті орнына салатын емші. Анықта. Суретте оқиғаның қай сәті бейнеленген? Баланың сынықшыға барған уақыты. Сейіт неліктен шыдамдылық танытты? Ойыңды ортаға сал. Менің қиналғанымды анам көріп, жаны одан да қатты қиналмасын деп шыдамдылық танытты. Мәтіннің мазмұнына сай жоспардың ретін тауып белгіле. Сейіттің шешесіне аяушылық көрсетуі, Сейіттің аяғын сындырып алуы, Сейіттің шыдамдылығы. Балалар, бұл жерде жоспардың басы Сейіттің аяғын сындырып алуынан басталды. 2-ші Сейіттің шыдамдылығы. 3-ші Сейіттің шешесіне аяушылық көрсетуі. Бағала. Сейіт қандай бала? Сейіт ақылды, шыдамды, жанашыр, батыл бала. Қорытындыла. Жағымды қылықтар мен қасиеттерді балалар кімнен, неден үйренеді? Жағымды қылықтар мен қасиеттерді балалар ата-анасынан, достарынан, бауырларынан, араласатын ортасынан үйренеді. Үйге тапсырма. Хрестоматиядан Ыбырай Алтынсариннің «Асыл шөп» әңгімесін оқып келіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.